Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Педагогтардың білімін бағалау 2023 жылға тестке дайындық, педагогика және оқыту әдістемесі бойынша маңызды сұрақтарды талдаймыз. Үшінші бөлім. Бірінші және екінші бөлімді осы каналға тікелей сілтеме арқылы өтіп қарай аласыздар. Бірінші сұрақ. Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және оларды іске асыру жолдарын анықтауға бағытталған бағалау түрі. Дұрыс жауабы оқуды бағалау. Екінші сұрақ. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың аталған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі. Дұрыс жауабы өзгелерді оқыту. Қосымша ақпарат. Оқу пирамидасы белсенді оқу топтық талқылау, бірін-бірі оқыту арқылы оқушыларды әртүрлі белсенді танымды қызмет түрлеріне тартатынын, олардың оқу мақсаттарына қол жеткізуде анағұрлым жоғары нәтижелерге жетуіне мүмкіндік беретінін көрнекі түрде көрсетеді. Сонымен, оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың аталған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі, яғни 90% өзгелерді оқыту болып табылады. Үшінші сұрақ. Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы. Дұрыс жауабы сыртқы уәж. Төртінші сұрақ. Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалау мақсаты. Дұрыс жауабы стандартты бақылау және орындау. Бесінші сұрақ. Метатаным ұғымы ғылыми айналымға енгізілді. Дұрыс жауабы 1976 жыл. Қосымша ақпарат. Метатаным ағылшынша метакогнишн, адам зердесінің өз ойлау үдерісін аңғаруы және оның астарындағы модельді ұғынуы. Түбірсіз метатермині тысқары немесе үстінде деген мағыналарды береді. Қалай оқу керектігін үйретудің қозғаушы күші метатану болып табылады. Джон Флайвилл 1976 жылы метатану таным мен білімді басқаруды білдіреді деп түсіндірді. Алтыншы сұрақ. Атқарылатын іс-әрекеттерді қалай орындау керек екені жөнінде білімдер сақталатын жады түрі. Дұрыс жауабы рәсімдік. Жетінші сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Дұрыс жауабы оқушыларға нені оқыту керектігін мұғалімнің түсінуі. Сегізінші сұрақ. Сыни ойлау барысында айқындалады. Дұрыс жауабы проблема. Проблема сыни ойлау барысында айқындалады. Тоғызыншы сұрақ. Сабақ жоспары. Яғни сабақ жоспары дегеніміз дұрыс жауабы оқыту барысы. Оныншы сұрақ. Марта Бронсон мектеп жасына дейінгі балалардың көпшілігі ерікті түрде іштей өзін-өзі реттеуге қабілетті деген шешімге келді. Оның осы шешімді негізге алған болжамы. Дұрыс жауабы қалай оқу керектігін үйренеді. 11-ші сұрақ. Мұғалімнің көзқарасы, қабылдаған шешімінің және іс-әрекетінің негізі. Дұрыс жауабы ұстаным. 12-ші сұрақ. Формативтік және жиынтық бағалау мақсаты арасындағы айырмашылық белгіленген жыл. Дұрыс жауабы 1960. 13-ші сұрақ. Қоршаған ортаны сақтауға тәрбиелеу. Дұрыс жауабы экологиялық тәрбие. 14-ші сұрақ. Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғы шарты. Дұрыс жауабы мұғалімнің қолданған әдіс тәсілі. 15-ші сұрақ. Оқыту үдерісінің әдіснамалық негіздері. Дұрыс жауабы таным теориясы. Құрметті ұстаздар, осымен видео сабағымыз аяқталды. Егер де сізге видео сабақ пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Колокольчик батырмасын басып, келесі видео сабақтарды бірінші болып қараңыз. Алда келе жатқан тестке тек қана сәттілік тілеймін.